Сәлем оқырман. Нұрдәулеттің интервью шыққан болатын. Ол өз шындығын айтты. Өзінің тарапынан қалай көріп тұрғаны туралы. Нұрдәулет интервью шыққаннан кейін өзінің қосатын сөздерін Instagram желісінде айтқан болатын. Бастысы ол Айдадан, оның жақындарынан кешірім сұрап жатқанын шығарды. Өзінің жазуларында қалдырған болатын. Бізде болып жатқан жағдайларға байланысты білесіздер. Мен кешірімімді сұраймын Айдадан. Және де Айданың ата-анасынан, өзімнің ата-анамнан, қолдаушыларымыздан және оқырмандарымнан. Жасалған нәрсе жасалды, айтылар сөз айтылды. Бір-біріміздің минустарымызды максимально айтып ашып тастадық. Әрі қарай жау болмай сыйластық болғанын қалаймын. Әдемі қоштасуда өнер өте өкінішті. Ешқайсымызға хейт жазып провокацияға шақырмауларыңызды сұраймын. Адамды кіштік, деді Нұрдәулет. Осындай интервьюді беріп болған үшін шын жүректен басым дейіп кешірім сұраймын баршаларыңыздан, және де Айдадан, және де Айданың ата-анасынан. Айданы осы уақытқа дейін мен боқтағанымды, және де жаңағыдай қолынан ұстап отыр деп жұлқылап интервьюда айтылған қойнында жатқан қатынға сенбе деген сөзім үшін шын жүректен кешірім сұраймын. Себебі ол сөз енді Қырғызстанда бар ма жоқ па білмеймін, бірақ та бізде Қазақстанда қолданылатын бір мақалдардың бірі деп айтсам болады. Ал интервьюға берген сөздерінде айтқаны 30% қосылуға, 70% ажырасу деген ойда екен. Бұрынғы Айданың алып қашқаны туралдан бастап, баласы түсіп қалғанға дейін бәрін баяндап берді. Алып қашқанда Айданы үйдегілері қарсы болған екен. Нұрдәулет сол қарсылықты естіп, қашып әкелген жеріне керіден апарам деген екен. Айда болса қалам, Нұрдәулет сені сүйем дегесін жақырдарын көндірдік деді. О басынан бастап сондай қарсылық болған екен. Және де Нұрдәулеттің ескере кеткені Айдадан осындай сөздері шығатынын. Біз екеуміз ажырасып, екіге кетіп қалатын сияқтымыз деген ойлар болған екен. Тағдыр осылай шешілді, алда не болатынын уақыт көрсетеді. Нұрдәулеттің өзінің бір айтқаны қазір өкініштісі, ешкім мені күтіп алмайды. Өзінің бір керек еместігін сезінеді екен. Және же сол жағдадан кейін Instagram желісіне 15.000 оқырман қосылыпты. Көп ауыр сөздер келгенін айтты. Бірақ өзінің сол жағдайда тыныш отырғанын қалапты. Ештеңе айтқысы келмеген екен. Солай оқырмандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Атака жасап жатсыңдар. Сұрамаңдар, болды, мен кінәлімін. Кінәмді мойындап келіп тұрмын. Айканы алып кетемін. Ата ортаға түседі. Жоқ, бұл болмайды, бұл сөзінде тұрмайды. Сөзінде тұрған жоқ. Ол баста айтқан, алып қашқан кезінде айтқан сөзінде тұрамын депші. Енді ол нәрсені мен басыма өзім сценарий құрып тілеп алған жоқпын ғой. Сол нәрсеге бір-бірімізді жеткіздік та.